Сәлем достар, мен сіздермен бүгін қатпарынан нелеп көрсетемін. Яғни 1 кило ұнды салып алдым. Оған тоңазытқышта қатып тұрған маргаринді теркадан өткізе отырып, араластырып аламын. Қараңыздар, енді араластырып алдым. Енді тоңазытқыштан суды алып шықтым. Тастай суды, оған жұмыртқа салдым. Тоңазытқыштан алынған, оған 2 қасық 9% уксус құямын шай қасықпен. Одан кейін 1 шай қасық тұз саламын. Бәрін жақсылап араластырып аламын да жаңағы маргарин қосылған ұныма ортасына құя отырып біріктіріп шығамын. Қолмен иілемейміз, тек қана тестаны біріктірумен ғана боламыз. Сонымен қатпарлы нан осымен шықты. Енді бұны біз тоңазытқышқа салып қоямыз. Қазір мен 4 бөлікке бөлемде тоңазытқышқа салып қойғам. Бір бөлігі мен келесі видеода самсап пісіріп көрсетемін. Ал енді қалған 3 бөлігі менде керек кезде алып шығып қолдана беремін. Бұның сақтау мерзімі яғни көпке дейін берген ингредиенттерді қолдана отырып, видеомды көре отырып, лайк басып, подписывать етуді ұмытпаңыздар.